Ендеше осының арасында үйлесімділік, теңгерім, баланс ұстай білуіңіз, бұл сіздің дінді, Алланы дұрыс түсінуіңізден болады. Сіз үшін қайсы нәрсе қымбат екенін біліп, өміріңізді тәртіптеуден болады. Ендеше өмірдегі баланс, рухани балансқа жету үшін тағы бір нәрсені түсінуіміз керек екен. Ол материалды әлем менен рухани әлемнің арасындағы шекарадан бұрын екінші бір нәрсе бар. Ол, құрметті жақсылар, жоғарыда айтқанымыздай, сіз үшін өмірде не нәрсе маңызды? Сіз үшін, жеке әрқайсыңыз үшін, сіздің өміріңізде не нәрсе маңызды? Соны біліп алыңызшы өзіңізге. Маған ақша керек десеңіздер, маған атақ мансап керек десеңіздер, қателесесіз. Оның барлығы материалдық әлем. Сіз егер материалдық әлемде бақыт бар десеңіз, қателесесіз.